Функциялардың анықталу облысын табу қажет. Бірінші функция y тең болады түбір астындағы x плюс 4 минус x квадрат түбір астында. Бұл жерде барлығы түбір астында өрнектер үлкен не тең нөлден болады деп теңістік шешеміз. Бірінші x қана бар. Онда x үлкен не тең нөлден болу керек деп жазам. Екінші функция 4 минус x квадрат үлкен не тең нөлден. Бұл жерде 4 минус x квадратты нөлге теңестіріп түбірлерін тауып алайық. Тең нөл болғанда x квадрат тең 4-ке болады, яғни x-тің мәндері плюс минус 2. Түбірлері табылды. Енді сан өсіне саламыз. Барлығын салайық. Минус 2 тең барлығы. Одан кейін 0 бар және 2 бар. Енді минус 2 және плюс 2-ден өтетін мынау квадраттық функция, яғни парабола болады. Минус болғандықтан тармағы төмен қараған парабола. Тармағы төмен қараса, ортасы плюс, екі шеті минус болады. Екі шеті төмен кетіп бара жатыр, себебі жоғары жағы плюс, екі жағы минус болады. Енді бізге үлкен аралық қажет, плюс аралығы, яғни ортасы керек болады жауабы. Мұнда нөлден үлкеніне тең деді, нөлден үлкеніне тең. Бізге енді осы теңістіктің қиылысуы керек болады. Сонда x-тің қабылдай алатын мәндері 0-ден 2-ге дейін болады екен. Бірігу дейм, және 0-ға тең болуға болады ғой. Сонда бұл жерде минус 2-ні қоя алмаймыз, жоқ. Себебі түбір астындағы өрнек 0-ден үлкен болу керек. Мына осындай жауап аламыз. Келесі екіншісінде y тең болады 7x минус 14 түбір астында минус x квадрат минус 15x плюс 56 түбір астында. Түбір астындағы өрнектер үлкен не тең 0-ден. 7x минус 14 үлкен не тең 0-ден. Осы теңістік шешемін, сызықты теңістік, кәдімгі теңістік, теңдеу сияқты. X үлкен не тең 14 7-ге бөлсек 2-ден. Енді мынада квадраттық функция болғандықтан оны жаңағы үлкен не тең 0-ге деп жазып алып, түбірлерін табу керек болады. Нөлдерін. 0-ге теңестіргенде дискриминантпен v квадрат минус 4 атысымен шығарып берейік. Онда 4, 224 бір шығады екен. Онда бірінші түбіріміз 15 плюс 1 бөлу 2, 16-ны 2-ке бөлсек 8 болады. Екінші түбір минус дейміз. 14-ті 2-ке бөлсек 7. Енді алынған түбірлерді сан өсіне салайық. 7, 8, 2, бірінші 2, одан кейін 7, 8. 7 мен 8-ден өтетін тармағы жоғары қараған парабола, x квадраттың алды плюс өткені. Ондай болса, ортасы минус 2 шеті плюс болады бұнда. Бізге үлкен аралық, яғни плюс аралықтары қажет, жауабы 2 шеті болады. Ал мұнда 2-ден үлкен деді. Үлкен десе оң жаққа қарай. Беттесуі жалпы x-тің шешімі болады. X тиісті 2-ден 7-ге дейін. Бірігу 8-ден плюс шекстікке дейін екен. Жалғастырайық. Үшінші функциямыз. Y тең болады x плюс 1 түбір астында плюс 3x минус x квадрат түбір астында. Түбір астындағы өрнектер үлкен не тең 0-ден. X плюс 1 үлкен не тең 0-ден, яғни x үлкен не тең минус 1-ден. Мына жерде 3x минус x квадрат үлкен не тең 0-ден. Түбірлерін тауып аламын. X жақшаны сыртына шығарып жіберем, сонда 3 минус x қалады. Тең 0-ден. Бірінші түбірі x тең 0 болады. Екінші түбірі 3 минус x тең 0 болған кезде x тең 3-ке. Сан өсіне саламыз табылған түбірлерді. 0, 3, минус 1, мына жерде минус 1, 0 және 3. Мұнда 0 мен 3
арқылы өтетін минус x квадрат. Сондықтан тармағы төмен қараған парабола плюс 2 шеті минус. Бізге үлкен плюс аралық қажет. Мына жер жауабы болады. Онда минус 1-ден үлкенге тең. Үлкен десе оң жаққа қарай беттесуі x-тің шешімі. X тиісті 0-дан 3-ке дейін екен. Келесі төртінші функция. Y тең болады x-тен 2 минус x квадрат минус 5x плюс 6 түбір астында. Мұнда бөлшектің бөлімінде x бар, бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес, x тең емес 0 деп көрсетіп қоямыз. Енді түбір астындағы өрнек үлкенге тең 0-ден x квадрат минус 5x плюс 6 үлкенге тең 0-ден. Дискриминантпен таба береміз. Кім ветпен табады, ветпен таба береді. Бірінші түбір 5 плюс 1 бөлеміз 2-ке. 3 шығады. Екінші түбіріміз минус деп алғанда 4 бөлу 2, 2 шығады. Енді сан өсіне салайық. Так, 2, 3, 0 бар, я 0-ға тең емес дедік. Одан кейін 2 мен 3. 2 мен 3 тармағы жоғары қараған парабола. Минус 2 шеті плюс, бізге үлкен аралық қажет, плюс аралығы жауабы болады. Енді бұл жерде мына жерде тек қана 0-ді қабылдамайды, қалған барлығы қабылдайды ғой. Сонда 0-ден үзіледі, яғни жазам жауабын. X тиісті минус шексіздіктен 0-ге дейін бірігуі 0-дан 2-ге дейін бірігуі 3-тен плюс шексіздікке дейін болады. Барлығы так. 2 мен 3 менде тең ғой. 2 мен 3 тік жақша болады. Қалғаны дөңгелек жақша болады. Жалғастырамыз. Келесі 5-ші функция. Y тең болады 4x квадрат минус 12x минус 7 түбір астында бөлімінде x минус 6x. Бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес, яғни x тең емес 0. 6x бәрін қабылдай береді. Мына жерде түбір астындағы өрнек үлкенге тең 0-ден 4x квадрат минус 12x минус 7 үлкенге тең 0-ден. Дискриминант тең болады v квадрат минус 4ac. 12-нің квадраты 144, минус p минус плюс болады. 4, 4, 16. 16-ны енді 7-ге көбейтеміз. 16-ны 7-ге көбейткенде 112 шығады. Енді олардың қосындысы сонда 156. Так, 156 бізде. Так, 256. Ол 16-ның квадраты. Ендеше бірінші түбірі 12 плюс 16 бөлу 2, 8. Онда 28-ді 8-ге бөлем. 4-ке қысқарады 2-ден. Онда 7 болады. 7-ні 2-ге бөлсек 3,5. Енді екінші түбірін табамыз. 12 минус 16 дейм. Бөлем 8-ге. Минус 4 бөлу 8 минус 0,5. Сан өсіне салайық енді. Так, минус 0,5. 0-ді қабылдамайды, 0-да үзілеміз, содан кейін 3,5. Мұна 2 нүкте арқылы өтетін тармағы жоғары қараған парабола. Ортасы минус 2 шеті плюс болады. Бізге плюс аралық қажет. 0 онсыз да кірмейді екен жауапқа, ондай болса x тиісті. Минус шексіздіктен минус 0,5-ге дейін бірігуі 3,5-тен плюс шексіздікке дейін болады. Келесі 6-шы функция. Y тең болады 15 минус 19x плюс 6x квадрат түбір астында бөлу x минус 1.
плюс x-тен 4. Бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес. Бұл жерде x минус 1 бар. X минус 1 тең емес 0-ға. Онда x тең емес 1-ге болады. Және мұнда x бар, x тең емес 0-ге. Енді түбір астындағы өрнек үлкен не тең 0-ден 15 минус 19x плюс 6x квадрат үлкен не тең 0-ден. Ыңғайлап жазып алайық. 6x квадрат минус 19x әшейін орындарын ауыстырып жаздым. Тең 0 деп түбірін тауып алайық. Бізде 19-дың квадраты 161 минус 4 6 24, оны тағы 15-ке көбейтсек 160. Айырмасы 1-ге тең. Ендеше бірінші түбірі 19 плюс 1. 2 көбейту 6, 12. Так, 4-ке қысқартып алайық. Бірінші 3-тен 5 болады. 1/3-тен 2. Енді екінші түбірі минус деп аламыз. 18 бөлі 12, 6-ға қысқартам, 2-ден 3. 1/2-тен 1 немесе 1/15. Так, 1/15-тен 1/2-тен 1 ол кішкентай мынадан. Сонда, мұнда 0 бар бірінші. 1 бар қабылдамайтын, одан кейін мынау бар 1/15, одан кейін мұнда 1/3-тен 2. Мына екеуінен өтетін тармағы жоғары қараған парабола. Минус 2 шеті плюс. Бізге плюс аралық қажет. 2 шеті бәр жауабы болады, тек мұна 0 және 1-ден үзіледі. Ондай болса жазам. X тиісті минус шексіздіктен 0-ге дейін, бірігуі 0-дан 1-ге дейін, бірігуі 1-ден 1/15-ке дейін, бірігуі 1/3-тен 2-ден плюс шексіздікке дейін болады.